Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиетті оқу 2-ші сынып, 24-ші сабақ, Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы досыммен мақтанамын деп аталады. Бүгінгі сабақта сен мәтінді түсініп оқисың, сұрақтардың жауабын мәтіннен таба алатын боласың. Олай болса, каналға тіркеліпті ұмытпа, сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма, нақыл сөздердің жалғасын тап. Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа. Жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа деп жалғасады. Екінші, досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Яғни балалар, досың жақсы болса, сен әрдайымда биік белестерден көрінесің. Өйткені дос ол біздің баға жетпес байлығымыз. Олай болса, бүгінгі жаңа тақырыпқа назар аударайық, бірлік мәтінін түсініп оқиық. Данияр мектептен келсе, үйдің алды омбы қарға оранып қалыпты. Ол тамағын ішіп болған соң аздап демалды да есік алдына шықты. Есік алдының қарын тасымақ болып іске кірісті. Қорапқа қар толтырып, шанамен аулаққа апарып төгеді де тағы тиейді. Осылайша біраз қимылдады, бірақ ісі өне қоймады. Шаршап та қалғандай. Данияр деген дауысты естіді. Оң жағына қараса, Нариман да қолшанасын сүйреп шығыпты. Қолында күрек. Кел, мен саған көмектесейін, деді досы. Сонан кейін бірігіп, біздің үйдің алдын тазалаймыз, жарай ма? Жарайды, деді Данияр қуанышпен. Осы жерде шана бұл бізде қыс мезгілінде қолданылатын жүру құралын айтады, балалар. Омбы қар дегеніміз үйіліп қалған қарды айтады. Әрі қарай жалғастырайық. Көп ұзамай бұлар барлық қарды тасып бітірді. Екеуі Нариманның үйінің алдына келді. Осы кезде қарсыдағы үйден Серік сол жақтан берік шықты. Олар да қар күремек екен. Енді бұларға ол екеуі де келіп қосылды. Төртеу ойнап күліп жүріп жұмысты бұрынғыдан бетер қыздыра түсті. Әлден уақытта енді беріктікіне барайық, деді Данияр. Бұл соңғы үй еді. Бәрі дуылдаса жүгіріп келіп, достарының есік алдында омбы қарға жұмыла кірісіп кетті. Олардың бұл ісіне үлкендер де сүйсіне қарап тұрды. Алақай, 2 сағатта бәрін бітірдік, деп айғай салды Нариман. Осылайша 4 дос күш салып, 4 үйдің алдын лезде қардан тазалап шықты. Мұның аты бірлік еді. Бірлік болмай тірлік болмас деп бекер айтылмаған ғой. Ермек Өтетұлының мәтінінен үзінді. Осы мәтінде кездесетін омбы қар, ол жел, боран үйіп тапталған қалың қарды айтады. 3-ші тапсырма, суретте кімдерді көріп тұрсың, мәтінге сүйеніп, суретте оқиған әңгімелеп айт дейді. Енді осы тапсырманы орындайық. Мысалы, суретке қарап, мынадай әңгіме құрастыруға болады. Бірнеше күн бойы қар борап, тоқтамай жауды, үйдің алдын қар басып қалды. Балалар күректерін алып, қар күреуге шықты. Бірнеше сағаттың ішінде балалар есіктің алдын қардан тазалады. Балалар тап-таза аулаға қарап мәз болды деп құрастыруға болады. 4-ші тапсырма, мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Мектептен келген Данияр не істеді? Ол қар тазаламақ болды. Даниярға көмекке кім келді? Нариман келді. Данияр мен Нариманға тағы кімдер қосылды? Данияр мен Нариманға тағы Берік пен Серік көмекке қосылды. Мәтіндегі оқиғаға сай келетін мақал қандай? Бұл мәтінге бірлік болмай тірлік болмас деген мақал сәйкес келеді. 5-ші тапсырма. Нағыз дос қандай болу керек? Өз ойыңды білдір, мәтіннен мысал келтір. Нағыз дос әрқашан жанымнан табылатын адам. Ол мені қиын сәтте қолдайды, қуанышымды бірге бөліседі. Досыммен ренжісіп қалсаң да кейін татуласып кетесің, өйткені ол шын достықты бұзбайды. Нағыз дос өтірік айтпайды, сырды сақтайды және көмектесуге дайын тұрады. Бірлік әңгімесіндегі Данияр, Нариман, Берік пен Серіктен нағыз достар деп айтуға болады деп құрастыруға болады. 6-ші тапсырма, үйге берілген мәтінді түсініп алдың, досың ерініп, сенен көмек сұрады, сенің әрекетің қандай? Оқиғаңды әңгімелеп айтып беріп, көмектесуден бастатасың, бірге отырып оқуды ұсынасың, өзіңе оқуға кеңес бересің. Сен осының қайсысын таңдайсың? Мысалы, жалқауланып тұрған досыма мәтінді айтып бере салу, досымда одан әрі жалқаулыққа итермелеу деп ойлаймын. Досым болғандықтан көмектесуде бас тартқанда достыққа жатпайды. Сондықтан мен досыма бірге отырып оқуды ұсынар едім. Бірге оқып түсініп алу көңілді әрі дұрыс деп санаймын деп жауап берсең болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.